қаламның түсі арқылы бөліне қояды. Жеке қалам таңдап ала қояды. Енді балалар үй тапсырмасын жеке бөлімдерін қорытындылай қояйық. Жауап бізден, сұрақ сізден. Бірінші сұрақ, орналасу бойынша жеке жүйесін бөлімдерін атаймыз. Орталық және шеткі. Орталық және шеткі. Керемет. Ағарай, орталық жеке жүйесіне нелер жатады? Ми, жұлын. Ми және жұлын. Жеке жүйесінің атқарған қызметіне қарай нешеге бөлінеді? Жеке, зомалық және вегетация. Тамаша. Омыртқаның жұлын ми өзегінде не орналасқан? Үскін. Жұлын. Жұлында қанша сегмент бар? Қайда бар? 31. Керемет. Жұлынның қызметі қандай? Қайда бар? Рефлекстік, өткізгіштік. Керемет. Енді балалар, жаңа сабақты бастамастан бұрын жаңа сабақты ашып алайық. Мына менің қолымдағы неге ұқсайды балалар? Миға ұқсайды. Миға ұқсай ма? Ұқсай ма, қараңдаршы? Мына миға ұқсайды, мына миның несі бетіндегі иірімдері да. Сонда бүгінгі өтетін сабағымыз балалар. Ми, үлкен ми сыңарлары және ми бөлімдері. Енді оқу мақсатымыз мидың құрылысы мен қызметін білеміз. Сабақ мақсаты мидың құрылысымен танысу, ми бөлімдерінің қызметімен танысамыз. Енді жалпы балалар, ми бөлімі бас сүйегінде орналасқан, оны білесіңдер де. Алдыңғы сабақта біз жеке бөлімдерін өттік. Жеке бөлімдерінің ішінде біз омыртқалы жануарлардың миы неше бөліктен тұратын еді? Яғни 5 бөліктен тұрады. Қандай? Бөлімдерін атай қойыңдар. Алдыңғы ми, алдыңғы ми, орталық ми, сопақша ми, миышық және аналық ми деп аталатын 5 бөліктен тұрады екен. Енді бүгін біз адам миымен танысамыз. Адам миы негізінен 3 бөлімнен тұрады екен. Ми діңінен, миышықтан және үлкен ми сыңарларынан тұрады екен. Осы ми діңінің өзі 4 бөліктен тұрады екен. Алдыңғы ми, орталық ми, миышық және сопақша мидан тұрады екен. Яғни бұл жерде балалар адам миы мен омыртқалы жануарлардың миының арасында ерекшелік бар ма екен? Бар. Үлкен ми сыңарлары, яғни өте күрделі және басқа бөлімдерге қарағанда ең үлкен, ең жас ми бөлімі болып табылады екен. Енді үлкен ми сыңарлары оң жақ және сол жақ сыңарлары тұрады. Әрбір ми сыңары сұр және ағзаттан құралады. Сыртында сұр заты ми қыртысын түзетті. Осы ми қыртысында 14 миллиардтан астам нейрон болады. Яғни жалпы алдыңғы жеке бөлімдерін өткенде балалар өтті нейронның өзі неше бөліктен тұрады екен? Қандай? Аксон, дендриттерден және аксондардан тұрады екен. Ми бөлімдерін беремін. Осымен қазір танысамыз.
маңдай, төбе, самай, шүйде. Енді алдарындағы қараңдаршы бөліктердің арқардың қызметімен танысайық. Шүйде бөлігінде көру аймағы бар, самай бөлігінде есту аймағы бар, маңдай бөлігінде иіс сезу аймағы бар, арты орталық қатпарда тері буын бұлшықет сезу аймағы орналасқан екен. Енді соны алдарындағы суреттен қарай қойыңдар балалар. Яғни мынау адамның миы. Яғни адамның миы жануардың миына қарағанда қандай балалар? Күрделі. Адамның миы неше бөліктен тұрады еді балалар? 3 бөлік. Қандай? 3. Бірінші. Қандай балалар? Ми діңінен, мишықтан, сосын үлкен ми сыралардан тұрады. Ал ми діңінің өзі 4 бөліктен тұрады. Қандай? Дұрыс айтасың. Орталық, сосын собақша, аралық, сосын мишық. Ми көпірінен немесе мишықтан тұрады екен. Балалар келесі тапсырма постер қорғау. Әр топтан бір оқушыдан келіп тапсырманы ала қойыңыздар. Енді оқушылар мына тапсырмада мысалы мишық тобына балалар аралық ми, яғни аралық мидың ағзада қызметін жаза қоямыз. Ағзада қандай қызмет атқарады? Келесі, сопақша ми тобы. Яғни сопақша миға ми тобына үлкен мисырлардан бөлінеді. Яғни 4. Яғни үлкен мисырлары балалар, яғни 4 бөлініп тұрады. Білесіңдер, маңдай, төбе, самай және шүйде бөлінеді. Осыған анықтама жаза қоямыз. Яғни анықтаманы қайсында? Енді ортаңғы өте жақсы. Үлкен мисырлар бөлімдерінің атқаратын қызметін жазады. Керемет. Тамаша. Аралық мидың қызметін бітіріп қалған екен. Ары қарай балалар оқулық бөлім жасаймыз. Ортаңғы мидың қызметін жазамыз. Өте жақсы. Бұлшықет тонус сақтайды. Көз қарашының іші өзгерту дұрысқа шыққан басылымы ол оталық қызметі. Көру және естудің бірінші реттік орталықтарында бар. Бұл мүшелер түскен негізгі ақпаратты үлкен ми сығалайды. Жүргенде тұрған кездегі дене қалпы бақылайды. Бұл оталық қызметтері. Орталық ми тобына келесі топ аралық ми. Мишық. Аралық мида жеке жүйе орталығы орналасқан. Дене температурасы, зат, алмасу, қарқындылығы, қан қысымы, зәр шығару, ұйқы, мен себептік эмоция және сезінуді эмоциялық
мидді мекиді. Яғни белгілі бір орында орналасқан бір нейрондар тобы белгілі бір үдерісті бақылайды. Аралық мида жүйке орталықтары орналасқан. Үлкен ми сыңарлар аспанда орналасқан. Аралық ми үлкен ми қысымен аралық миды бір тұтас алдыңғы миға біріктіреді. Одан ортаңғы және артқы мида бөліп көрсетеді. Ми шықтауы. Жарайсыңдар. Келесі. Сопақша митобы. Келесі сыңарлар бөлімде маңдай бөлімде өте күрделі құрылымдар көп. Маңдай бөлімінің қызметі маңдай бөлімінде ойлау, мотивациялық ойындар орналасқан. Төбе бөлімінде тері бұлшық сезімталдығына жауап береді. Шүйде бөлімі көру орталықтары орналасқан орын. Мишық үлкен ми қыртысына қарағанда едәуір ұсақ иірімді болатын қыртысы бар. Самай бөлімінде есту орталықтары бар. Яғни есту орталығы орналасқан. Сопақша митобы. Жарайсыңдар. Балалар, келесі тапсырма бойынша мына суреттегі сілтемелерге байланысты ми бөлімдерін атаймыз. Яғни 3 топқа да бірдей тапсырма. Яғни сурет бойынша Біріншісі сопақша ми, маңдай бөлімі, самай бөлімі, шүйде бөлімі, ең соңғысы алтын миш. Отырады. Балалар, келесі тапсырма сәйкестендіру. Яғни ми бөлімдері берілген. Енді сол ми бөлімдері берілген, соңа ми бөлімдерінің қызметтерін жазамыз. Бірінші жолын, яғни бір А деп жазамыз. Не тез-тез дәптер жазамыз. Тез-тез жазамыз. Үш топқа. Ортадағы келе ойында. Жолын дегеніміз сілеге жас бездері мен шая ұндау бұлшық еттерінің жұмысын реттейтін жүйке орталық орналасқан. Жолында. Сопақша ми тыныс алу мен тыныс шығарудың алмасуы, ас қорыту жүрек қара тамырларды жүйелері қызметін еріктейді. Мишық дегеніміз ол дене қимылын үйлестіру тепе-теңдікті реттейді.
ортаңғы ми көз қара тағы басқаларын реттейді. Балалар тұра қойыңдар. Яғни балалар бүгінгі сабақта бүгінгі жүктер арқылы ағылай қояйындар. Мына жерге шыға қойыңдар. Бүгінгі сабақта жетістіңдер, не білдіңдер, не көрдіңдер, соны айтады. Қарамағын шыға қояйық. Бүгінгі сабақта не білді? адамның қандай қажет деген адамның жануардың қанымен ерекшелігін білдік. Алдыңғы миының қалай қызмет ететінін түсіндік. Алдыңғы мида қалай қызмет етеді? мидың қандай қызмет Көздің іші көктері бар дегенде тағы да екінші келеді. Тамаша. Мүшкілердің ортасында тұратын еді. Жақсы. ортаңғы мидың қызметін Сомақ мидың Иә, балалар, бүгінгі сабақты қалай түсінді?